Барлығымыз мұсылманбыз, Аллаға иман келтіреміз. Шамамыз келгенше Аллаға жақсы құл болуға тырысамыз. Намаз оқимыз, ораза ұстаймыз, садақалар береміз. Бірақ пендешілік кейде шалғыс басып қоямыз. Имам Тахнауи деген кісі болған. Ғалым кісі сол айтады: сендер диірменнің ешегіндей болмаңдар деп айтады. Диірменді білесіздер ме? Ертеде диірмен деген ол ұнды тартатын, бидайды тартатын, ұн қылып шығаратын үлкен құрал болады. Үлкен екі тас болады, жалпақ. Соны айналдырады, бидайды езеді. Соны айналдыру үшін оны ешекке жегеді. Ешектің мойнына ноқта салып, ешекке неғып қояды, ешек айнала береді бір жерде. Ол азаннан кешке дейін бірнеше километр жүру мүмкін, бірақ оның жүретін сол дөңгелек сызық, одан аспайды. Сендер де сондай болмаңдар дейді. Намаз оқып жүрсіңдер 10 жыл, 20 жыл, 50 жыл. Бір орында тұрмаңдар дейді. Сендер Аллаға жақындаңдар. Күнде намаз оқып жатсың, одан пайда жоқ. Ораза ұстап жатсың, одан пайда жоқ. Ол пайда не? Ақыреттік пайда ғой. Сенің Алла Тағала Құран кәрімде айтады: намаз сендерді жамандық пен арсыздықтан тыяды. Сен намаз оқып жүрсің, бірақ жамандық жасауды тоқтатпасаң, ораза ұстап жүрсің, тіліңді жамандықтан тыймасаң, жаңағы диірмендегі ешектен айырмашылығың жоқ. Яғни сен дамымай жатсың. Алла Тағала бізге соны қалайды. Жақсылық жаса, көтеріле бер. Аллаға қарай жақындай бер. Сондықтан көпшілік жаңағы біздің мұсылмандардың бір әлсіздігі сол. Жаңа айтқанымызда намаз оқимыз, пендешілік дейміз де бір жамандық істеп қоямыз. Бірақ әрине Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, ол намаз ол есіктің алдында ағып жатқан өзен сияқты. Кім оған күніне 5 рет шомылса, ол тазарады. Сол сияқты. Бірақ біз жаңағыдай істеп жатқан амалымызды, ізгі амалдарымызды жуып шаймауымыз керек. Сол аятқа сай, хадиске сай жасап жатқан ізгі амалдарымыздың бізге бір пайдасы тиіп, біздің рухани дамуымыз керек. Имам Тахнауи соны айтып жатыр.